Дәл осы самсаның жасалу жолын үйренгің келе ме? Онда видеоның соңына дейін қара. Бүгін осындай хрустящий, жұп-жұмсақ, қытырлап тұратын самса жасадым. Ішінде начинкалары куриный болады. Ал олай болса кеттік барлығын дайындайық. Бля, ана пияздың ащысына біздің хозяйканы сонша жылатты ғой. Иә, бұны жай турап отыруға уақыт жоқ дедім де тез турап тастадым. Мына пияз деген қиямет ащы ғой қыздар. Енді ащылығымыз біздің кінәміз емес қой, сонша майдалап жегендеріңе сәл ірілеп қып турламайсыңдар ма? Ірілеп қып турасақ жегенге неприятный болады ғой дедім де тұз бұрышын салып қамырын жасауға кірісіп готовый осындай тест алғам ғой, қатпарлы деген прям қыздар супер екен, алуға совет беремін. Осылай листке жайғастырдым да бетіне жұмыртқамен күнжітін сеуіп шықтым. Одан кейін қызып тұрған духовкаға жібердім да мен доставкам келіп тұрген, соны күтіп алдым. Бұл менде Капабле деген жаңадан шыққан памперстер. Қыздар, мен осы памперстен 3 пачка и трусик түрінен 1 пачка заказ бергем. Енді качествосы деген прям супер болып келді. Бұл жаңадан шығып жатқан памперс болған екен, көбісі білмейді. Қараңыздар қыздар, трусик түрі осылай қатты созылады. Мен 5 размер заказ бердім. Жұқалығы енді нағыз біздің жазға керек памперстер ғой. Қараңыздар, балдарыңыздың көтендерін терлетпейді. Осындай өте күшті екен. Сіздер де заказ беріңіздер. Осылай мен самсаларым да оға дейін пісіп шығыпты. Қараңыздар қыздар, өте хрустящий, прям жұп-жұмсақ самсалар ғой. Сіздер де жасап көріңіздер.